Assalomu alaykum, құрметті достар. Жұма мұбарак болсын. Бүгін 11 апрель. Жаңалықтарымызды доллар индекстен бастаймыз әрдайымғыдай. Доллар индексі. ақш-тың еңбек статистикасы бюросы BLS бейсенбі күні жарияланған мәліметтерге сәйкес, март айында ақш-та тұтыну бағалары күтпеген жерде төмендеді. Алайда президент Дональд Трамптың Қытайға қатысты тарифтерге күшейту инфляциялық тәуекелдердің артуына түрткі болып отыр. ақш-тағы тұтыну бағалары индексі CPI февраль айындағы 2,8%-дан мартта 2,4%-ға дейін төмендеді. Бұл 2,6%-дық нарықтық күтуінде де темен нәтиже болды. Азық-түлік пен энергия бағаларындағы құбылмалықты ескермейтін базалық CPI жылдық көрсеткіші 2,8%-ға өсті. Бұл да февральдағы 3,1%-дан және 3,0% деген консенсус болжамынан темен. Айлық есепте жалпы CPI 0,1%-ға төмендесе, базалық CPI 0,1%-ға өсті. Ақ үй Қытайдан келетін тауарларға салынатын тарифтен 145%-ға дейін көтерілгенін растады. Алайда басқа елдер үшін негізгі тариф деңгейі 10% күйінде қалды. ФРЖ өкілдері тарифтерді күрт өсу тұтынушылық бағалары қысым жасап, ақша несие саясатына қатысы шешімдерін қымдатуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Даллас ФРЖ өкілі Логанның айтуынша, сауда бойынша күтпеген шаралар жұмыс орындарының қысқаруына және инфляцияның үйдене әкеліп, орталық банкті қорғанысты ұстануға итермелеуі мүмкін. Жұма күні жарияланған мәліметтерге сәйкес, алғаш рет жұмыссыздық бойынша өтініш білдірген саны 223 мыңға аздап артты. Ал қайталама өтініштер саны 1,85 миллионға дейін төмендеді. Бұл еңбек нарығы жағының араласы сигналдарды көрсетіп отыр. Соңғы пікірлерден ФРЖ басшылары марттағы CPI көрсеткішті тікелей атап өтпесе де, нарық әлі де инфляция туралы деректерге сезімтал. Екі алып экономиканың арасындағы сауда шиеленістер мен жаһандық экономикалық алаңдаушылық инвесторларды қауіпсіз активтерге көшуге итермелеп, алтын бағасын қолдап отыр. Сонымен қатар пайыздық мөлшерімен төмендетуі қатысты ФРЖ-ға қойылатын үміттерде әлсіреуі, бұл долларды нығайып, доллармен номинирленген активтерге қысын түсіруі мүмкін. Трейдерлер енді июнь айында ФРЖ мөлшерлемелерін қайтадан төмендетіп бастайды деп күтуде және жыл соңына дейін негізгі мөлшерлемені 1% пунктке дейін қысқартады деген болжам бар. ақш-тың сауда министрі Говард Латник әлеуметтік желіде алда алтын ғасыр тұр. Біз ұлттық мүдделерімізді қорғауға, жаһандық келіссөздерге қатысуға және экономикамызды қарқынды дамытуға дайынбыз деп жазды. Reuters агенттігі жұма күні таңертең хабарлағандай, егер Мексика ақш-қа су бермесе, президент Трамп жауап ретінде сауап шараларын қолға алуы мүмкін. Мексика тарапы ақш-қа жөнелтілген судың көлемін artıруға дайындалып жатыр. Себебі Трамп 81 жылдық су келісімімен сауда келіссөздерінің тақырыбына айналдыруы мүмкін деген қауіп бар. 1944 жылғы келісім бойынша Мексика ақш-қа 5 жыл сайын Рио Гранде өзінің 1,75 миллион акр-фут су жеткізуге міндетті. Алайда шекара және саулар жөніндегі халықаралық комиссияның мәлімдемесі, Мексика бұл келімінің 30%-дан азын ғана жеткізген. Ел билігі климатты өзгеру салдарынан болған тарихи құрғақшылық бұл міндеттің орындауына қиындатып отырғанын айтуда. Негізгі түйіндер. Президент Трамп сауда келісімдерін жасау үшін уақыт отыр. Ол ірі рецессияға бет алғанымызды сенбейді. Зауыттардың жылдам салуына қамтамасыз ету үшін реттеуші кедергілерді жою қажет. Ақ үйдің қазіргі саясаты инфляцияны бақылауда ұстауға бағытталған. Көріп тұрғанымыздай графикта доллар индексі қазір саппорт зоналардан өткен, енді резистанс зоналарына барып жүруі керек. Және байға кету ықтималдығы өте қатты қазіргі фундаментал анализіміз бойынша. Кейінгі жаңалықтарымыз евро USD, евро доллар бойынша. Біз Еуропа орталық банкі
келесі аптада өтетін ақша несие саясаты жөніндегі отырыста қатарынан 7 рет негізгі мөлшерлеме 25 базистік пунктке төмендететінін күтеміз. Жауырда жарияланған экономикалық деректер әсіресе март айында қызмет көрсету саласындағы инфляцияның күтуден де төмен түсуі, сондай-ақ ЕОБ басқарма кеңесінің мүшелерінің естілген жұмсақ риторика бұл болжамды қолдайды. Алайда 9 сәуірде ақш жарияланған өзара тарифтерге қатысты 90 күндік үзіліс кібір қыран қозғартты. Кеңес мүшелерінің ставка төмендету кейінгі қалдыруды талап етуіне себеп болуы мүмкін. Бұл жағдай шешімін нақтылығын ескертіп отыр. Егер ЕОБ келесі аптада мөлшерлемені төмендететін болса, июнь айындағы отырыста оны сақтап қалу нұсқасы қарастырылуы мүмкін. Біз бұл сценарийді базалық болжам ретінде қарастырып отырмыз. ЕОБ депозиттік мөлшерлемелерін одан әрі төмендетсе сайын бейтарап мөлшерлеме туралы пікірласты күшейе түседі. Бұл жағдайда әрі қарындар, әрі орталық бағытты ұсынымдар нақты экономикалық дәлелдерсіз қосымша ынталандыру шараларының қарсы болуы ықтимал. Алайда мұндай дәлелдер алдағы апталарда пайда болуы мүмкін. Әсіресе егер ақш тарапына жаңа тарифтер шаралар қабылданып жатса, немесе ақш пен ЕО арасында сауда келіссөздерінде қандай да бір ілгерілеу орын алса, біз кеше кең ауқымда сауда келісімінің қол жеткізуінде күрделі екен туралы жазған болатынбыз. Сонымен қатар июнь айындағы отырысқа дейін Германияның бюджеттік ынталандыру жоспарлары мен ЕО-дағы қорғаныс шығындарларды артуы бойынша кейбірек нақты ақпарат болуға тиіс. Бұл факторлардың экономикалық өсім мен инфляцияға әсері ЕОБ-тің жаңалардың макроэкономикалық болжамдарында көрініс табуы қажет. Жалпы алғанда экономикалық белгісіздік деңгейі айтарлықтай артты. Қаржылық ынталандыруда ықтимал артықшылығы мен тарифтік дағдарыстарда байланысты төнген қауіптің өлшемі ЕОБ мөлшерлемесі бойынша әртүрлі сценарийлерді мүмкіндігі көрсетті. Бұл Кристин Лагардтың баспасөз конференцияда да айтылуы ықтимал деп санаймыз. Европалық комиссияның президенті Урсула фон дер Ляйен жұма күні таңертең мәлімдеме жасап, Европалық одақ егер ақш президенті Дональд Трамппен сауда келіссөздерді Еуропаға қарсы тарифтерге тоқтатуға алып келмесе, онда ЕО ақштың цифрлық компаниялары ылымдарын енгізу сындан ең қатаң сауда құралдарын қолдануына дайын екенін айтты. Бұл туралы Financial Times басылымы хабарлады. Негізі бөлімдемелердің үзінділері. Біз жауапты шаралар ізделіп отырмыз. Егер келіссөздер қанаттарланған болмаса, қолдануға болатын қарсы шаралардың кең спектрі бар. Мысалы, рейтингтік цифрлық қызметтерді жарнамалық табысына салық салу ұсынылуы мүмкін. Бұл ақш-пен қарама-қарсыласты бетбұрыс кезеңі. Бұрынғы жағдайда қайтып оралмаймыз. Бұл дауда жеңімпаздар жоқ, тек ұтылғандар ғана. Бүгінде біз хаостың күнін көріп отырмыз. Бүгінгі тұрақсыздықтың күні өте жоғары болады. Қазіргі пайтта доллар индексі көтеріліп атқанлығы үшін Евро-USD-де біз сел көруіміз ықтималдығы өте кәтті. Қазір көріп тұрғаныңыздай резистент зоналардан қайтуды бастаған. Доллар индексі көтерілу фундаментал анализ бойынша ықтималдығы өте кәтті. Соған қарап тұрып, евро-доллар селға кету ықтималдығы өте кәтті болады. Доллар индексі мен евро-доллар теріс жүргені үшін. Хоп, кейінгі жаңалықтарымыз GBP-USD бойынша. GBP, Ұлыбритания фунты. Англия банкінің тераға орынбасары Сара Бриден жақында жарияланған ақш тарифтері мен олардың экономикалық әсері туралы пікір білдірді. Негізгі мәлімдемелер. Соңғы оқиғалар экономикалық болжам мен тәуекелдердегі айтарлықтай әсер етті. Марттағы ақша кредит комитеті МПЦ отырысына бәрі әлем айтарлықтай өзгерді. ақш тарифтері бұл соңғы жүзжылдықтағы ең ірі сауда саясаты өзгерісі. Орта мерзімде перспективада тарифтердің нақты қандай болатынын әлі де анық емес. Жалпы алғанда тарифтер Ұлыбритания экономикасының өсуін баяулатуы мүмкін. Тарифтердің инфляцияға әсері бір жақты емес.
бары бірдей болмайды. Қазіргі кезде фунт тарифтерге байланысты әлсіреген жоқ, бірақ болашақта бұл өзгеруі мүмкін. Инфляция жалпы әсеремен ақша несие саясатының әрекеті туралы айту әлі ерте. Мемлекеттік облигациялардың табылыстығы құбылмалы болып отыр. Қауіп қатерлер артып ортылғандан тәуекелі жоғары активтерге күрт түзетілуі болуы мүмкін. Экономикалық жағдай қатты нашарлаған күннің өзінде Ұлыбритания банктік жүйесі ел экономикасы қолдай алатын деңгейде деген негіз мәлімдемелер бар. Қазіргі пайтта көріп тұрғанымыздай сентимент бойынша селда көп отырысты адамдар доллар индексі түсіп көтеріліп атқанлығы үшін GBP 100-де селға көруіміз мүмкін. Көріп тұрғанымыздай резиденс зонадан қайтып атыр. Қазіргі пайтта селға бару ықтималдығы өте қатты. Кейінгі мәліметтеріміз USD/JPY бойынша. USD/JPY доллар индексі көтеріліп атқанлығы үшін USD/JPY-да қандайдыр кәтті жаңалықтар жоқ қазіргі пайтта, бірақ доллар индексі көтеріліп атқанлығы үшін USD/JPY-да біз бай көруіміз ықтималдығы өте қатты. Көріп тұрғаныңыздай саппорт зоналарының қайтуды бастаған, пивот зонадан өтетін болса, және байға кету ықтималдығы өте қатты болады. Хоп, кейінгі жаңалықтарымыз болмаса нефть бойынша. Нефть, бренд, WTI. Нефть. Көптеген елдер үшін тарифтерді көтерілуі және Қытайдың келетін жанармайға сұранысқа қатысты алаңдаушылық. Әлемдегі ең ірі нефть импорттаушы елге қатысты қауіптер күшейтті. ақш пен Қытай арасындағы ұзаққа созылған сауда қақтығысы да жаһандық саудаға көре әсерін тығызып, жеткізу тізбектерін бұзып, экономикалық өсімді бәсеңдетуі мүмкін. Бұл жағдай екі елде де, яғни әлемдегі ең ірі энергия тұтынушыларында нефть тұтынуында төмендетуі ықтимал. ақш-тың энергетикалық ақпарат басқармасы EEI жаһандық экономикалық өсім мен нефтьқа сұранысқа қатысты болжамда төмендетіп, тарифтердің нефть бағасының әлі өсіру етуі мүмкін екенін ескертті. Агенттік BL нефть жаһандық сұраныс тәулігіне небәрі 900 мың баррельге артады деп болжалады. Бұл бұған дейінгі 1,2 миллион баррельдік болжамнан төмен. Жалпы көлемі шамамен 103,6 миллион баррельге жетпек. 2026 жылға қарай сұраныс өсімі тәулігіне 1 миллион баррель деңгейде болады деп күтіледі. Бұл да алдыңғы болжаудан аз. EEI сонымен қатар нефть бағасының қатысты биылғы және келесі жылға арналған болжамдарын қайта қарады. Бұл шешім әлсіз жаһандық өсім мен ұсынысты артуына байланысты туындаған белгісіздіктерге негізделген. Қосымша қысым OPEC+ альянсының май айында ендіруі көлемін тәулігіне 411 мың баррельге ұлғайтуды жоспарлап отырғанын туандайды. Бұл нарықта артық ұсыныс пайда болады деген алаңдаушылық тудырып отыр. Сонымен қатар, Трамп әкімшілігі ақш пен Иран арасындағы келіссөздер қарсында Иранның нефть желілері мен Қытайдағы қоймаларын қымтаған жаңа санкциялар енгізді. Ал Keystone құбыры солтүстік Дакотадағы орын алған теңдейлі байланысты әлі жабық күйінде қалуда және қайта іске қосу мерзімі нақтыланбаған. Бұл да нефтті жеткізуге қатысты қосымша тәуекелдерді туғызады. Соның үшін қазіргі пайтта оншалық ноғандық болып жатыр. Бірақ сентиментті көретін болсақ, көп адам қазіргі пайтта байда отырыпты. Против талпы жүретін болса, сылға кетіп қалу ықтималдығы өте қатты. Бұны көреміз жақын арада. Егер бұлардың және жаңалықтар шығатын болса, олар бойынша хабар береміз. Хоп, кейінгі мәліметтеріміз USD бойынша қандайдыр қатты жаңалықтар жоқ, бірақ доллар индексі өсіп бара жатқанлығы үшін USD-да алтында біз сел көру ықтималдығы өте қатты болады. Хоп, және бір валютный пара, валютный жұпты бойынша хабарымыз бар, жаңалығымыз бар. Бұл AUD, Австралия доллары.
Австралия доллары бейсенбі күні белгілі бір қолдату тапты, себебі Австралияның Еуропалық одақпен сауда келіссөздерін қайта бастауға дайындалып жатқан туралы хабарлар тарады. Сонымен қатар The Wall Street Journal басылымының жазуынша, Қытайда ЕО-ның сауда комиссары Марош Шефчовичпен келіссөздер жүргізіп, бұл блокпен сауда, инвестиция және өнеркәсіптік ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі екенін білдірген. Бұған қоса Қытай Америка құрама штаттары келетін импортқа тарифтерді 84%-ға дейін көтеріп, Shield IA және Sierra Nevada секілді қорғаныс пен аэроғарыш саласында 6 америкалық компанияның қара тізімге енгізді. Сонымен қатар American Photonics және Bring Drones секілді бірнеше америкалық компанияға экспортты шектеулер енгізілді. Қазіргі пәтті кәтті жаңалықтардан бірі AUD үшін доллар индексі бияқта және көтеріліп атқанлығы үшін AUD-ді біз сел көру ықтималдығымыз өте кәтті болады. Бірақ қандайдар анықтардан белгілі жатыр. Хоп. Бүгінгі жаңалықтар осылардан ибарат еді. Сіздерге естетіп өтемін. Market Central Asia, Telegram, Instagram, YouTube каналдарына подписка жасап қоюларыңызды. Әгер сізде сұраулар болатын болса, ондай немесе басқа инструменттерді көруге ниеттеріңіз бар болса, оларды да комментарийларда жазып қалдырыңыздар. Апталарыңызды жақсы түгетуді тілеп қаламын. Кейінгі ұшырасуға шейін сау болыңыздар.